Сәлем достар, бүгін біз электр тоқ шәйнегінің ең жиі бұзылатын жерін анықтайтын боламыз. Ол тоқ шәйнектің тені. Тен дегеніміз ол жылытқыш, теннің осындай схемасы бар. Яғни ол схемада көрсетіліп тұрғандай осындай трубаның ішінде болады. Және оның екі кірістері бар. Ол екі кіріс мынандай спиральмен қосылады. Егер естеріңізде болса, бұрын жылытқыш спиральдер болатын. То есть, мындай керамический дөңгелек не болады? Керамика. Соның бетінде прям бетіп спиральдер көрініп жатады. Бұл ең алғашқы шыққан спиральный жылытқыштар. Бұның үстіне тамақ, шәйнек қойып жылытатынбыз. Яғни ол жерде спираль прям көрініп тұратын. То есть, оны қолымен ұстасаң, қолың күйеді, ясно. И ол прям шоқ қоп қызарып тұратын, ешқандай защитасыз. Тура сол нені, спиральді тоқ шәйнегінде тек мындай металлический трубаның ішіне салынған. Мына жерде наполнитель дегеніміз сол керамика. Және мына спираль өзі. Ол спираль деген кәдімгі металл, айналдырып тұрған пружина. Және оның екі мындай кірістері бар. Енді бұл спиральді біз анықтау үшін, диагностика жасау үшін, оны біз жоғары жақта тұрған мультиметрмен жасайтын боламыз. Ал оны жасау білу үшін біз оң заңын білу керекпіз. Оң заңын білмесең оңбайсың дейді. Не знаешь закон Ома, сиди дома дегенді мен қазақша оң заңын білмесең оңбайсың деген осындай мақал шығардым. Енді бұл бәріне қатысты емес, осы тоқ саласына, электромеханиктер, автоматика саласында жасайтын немесе оқып жүрген студенттерге айтылатын сөз. Яғни бұл жерде оң заңында біз бірінші кедергіні табу керекпіз. Өйткені біздің спиральдің кедергісін біз бірінші анықтау керекпіз. Яғни бұл жерде кедергі болмаса, ол демек спираль жоқ, немесе спираль үзілген деген сөз. Бірінші біз сол бұның жұмыс, яғни рабочий несін кедергісін анықтау керекпіз. Ол мынандай оң заңымен анықталады. Яғни кернеу напряженияның квадраты бөлінген қуат. Кернеуді біз білеміз, 220 деп алсақ, 220-ны 2 көбейтсек 440 болады. Мощность дегеніміз бұл шәйнектің қуаты. Бұл шәйнектің қуаты әдетте шәйнектің кез келген құрылғының осындай астыңғы бөлігінде мындай стикерде жазылып тұрады. Ол бізде 1500 ватт. Сонда біз 440-ты 1500-ге бөлген кезде 32-де 2 Ом біздің мынау 2 вывод көрсету керек. Ол үшін біз мультиметрді Омға қоямыз. Килоом емес, жай ғана 2000 Омға қойсақ болады. Сіздерге көрсетейін. 2000 Омда тұр. Немесе даже 200 Омға қойсақ та болады. Өйткені біздің Ом небәрі 32-де 2 Ом. Сосын біз мультиметрдің 2 шупын аламыз да, теннің мына 2 жағына қосамыз. Енді қазір біз соны практикада көрсетейік. Ол үшін тенді ашу үшін бізге тоқ шәйнектің ең астыңғы бөлігіндегі 3 болтты ағыту керек. Менде ол ағытылған. Сіздер ағытып болған соң, оны ақырын осылай ашасыздар. Бұл жерде біздің бірінші көзге түсетін ол мынау контакттар. Бұның ортасындағы земля, мынау нейтраль немесе фаза, және мынауда нейтраль немесе фаза. Сосын көзге көрініп тұрған ол бізде міне жаңағы айтқан теніміз. Картинкада қалай көрсетіліп тұр. Мына жерде де дәл сол жоба, бірақ бұл электр шәйнек болған соң бұл дөңгелек формада. Көрдіңіздер ма? Енді біз бұның екі мынау кірістерін тек Омға кедергі тексереміз. Ол үшін біз міндетті түрде бұның біреуін немесе екеуінде
мынау контакттерді алып тастау керекпіз. Яғни бұл жерде басқа кедергілер бар, мында лампочка бар. Бұларды өлшеп кетпес үшін біз міндетті түрде бұны цептан ағыту керекпіз. Енді біз қазір оны практика жүзінде тексеріп көреміз. Яғни міне біз бір жағына қойдық шөпті. Енді біз екінші жағына қоямыз. Тестерге қарасақ, ешқандай өзгеріс жоқ. 0 қалай көрсетіп тұрды, дәл солай 0. Яғни мультиметр ешқандай да байланысты сезген жоқ. Әдетте, егерде мұнда 1 деп шықса, демек тен үзілмеген. Егер ол прозвонкада тұрса, ол жерде 1 деп шығады, немесе мынандай дауыс шығады. Бәріңіз білесіздер деп ойлаймын. Ал енді біз 200-ге қойсақ, тек қана омды кедергіні көрсет дегенге қойсақ, бізде ол көрсетпейді. Демек, бұл жерде кедергі жоқ. Кедергі жоқ дегеніміз бұл спираль, біздің көріп тұрған спираль бір жерден үзілген. Сосын ол, соответственно, қыздырмайды, ешқандай кедергі көрсетпейді. Ал егерде бұл үзілмеген жұмыс жасап тұрған тен болса, онда бұл жерде бізде мультиметрде 32-де 2 ом деп мына жерге шығады. Бұл жерде причина тек осы тенде. Сіз тенді ауыстырасыз. Бұл шайниктер одноразовый болғандықтан тендар өкінішке орай ауыстыру оңай емес. Сол себепті енді бұл шайник жарамсыз. Осымен бітті. Егерде сұрақтарыңыз болса, төменгі комментарийге жазыңыздар. Сіздерге көмектестім деген ойдамын. Келесі осындай видеоларда қандай жөндеулер немесе осы токқа қатысты, автоматика датчиктер саласына қатысты сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарға байланысты видео түсіруге дайынмын. Рахмет, тамашалағандарыңызға лайк пен подписканы ұмытпаймыз.